Будене жұмыртқасы мың бір түрлі дертке шипа. Жапонияда әрбір бала күніне 2 будене жұмыртқасын жейді. Ресей президенті Владимир Путин де оны күн сайын шикілей ішетін көрінеді. Ал тарихқа көз жүгіртсек, Шыңғыс ханның өзі жаралы жауынгерлеріне жұдырықтай ғана будененің жұмыртқасын ішкізіп аяққа тұрғызған екен. Будененің еті де жұмыртқасы да мың бір түрлі дертке шипа. Адамның ойлау қабілетін арттырып, ағзаны түрлі жұқпалы аурулардан қорғайды. Ал дәмі тілге үйіреді, әрі тойымды. Дәлірек айтсақ, кәдімгі тауық жұмыртқасына қарағанда 1 грамм будене жұмыртқасы құрамында А және В дәрумендері 2 есе көп. В тобындағы дәрумендер де анағұрлым көп, яғни 6 есе, ал фосфор, калий және темір 4-5 есе жоғары. Бұл диеталық өнімде мыс, кобальт, никотин қышқылы мен амин қышқылы да мол кездеседі. Тағы бір дәлелденгені, будене жұмыртқасы тауық жұмыртқасына қарағанда микробтардан таза келеді. Бұл ғалымдарды әлі күнге дейін қайран қалдыруда. Өнімнің ең басты ерекшелігі өз қасиетін жоймай ұзақ сақтауында. Бөлме температурасы жағдайында айға жуық, ал тоңазытқышта 60 тәулікке дейін сақтауға болады. Будене жұмыртқасының емдік қасиеті. Достар, видеоны соңына дейін көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басып кетулеріңізді сұраймыз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін аса маңызды. Мамандар будене жұмыртқасын әсіресе балаларға, қарттарға, аяғы ауыр және емізулі баласы бар әйелдерге, сырқат және әлсіз жандарға жиі тұтынуға кеңес береді. Себебі бұл өнімнің адамның иммунитетін көтеріп, сергітетін қуаты мол. Нақтыласақ, будене жұмыртқасы мынандай ауруларға таптырмас ем болады. Бас ауруына, демікпе мен туберкулезге, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттейді. Бүйрек, өкпе, асқазан, ішек ауруларын, асқазан жарасын жазады. Фосфор, калий, темірдің әсерінен есте сақтау қабілетін жақсартады. Анемияға, сәуле ауруына, бөртпе мен диатезден құтқарады. Салқын тию мен тұмауға, бұлшық ет пен сүйектерді қатайтады. Баланың есте сақтау қабілетін арттырады. Диета кезінде арықтауға, ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне көмектеседі. Радионуклеидті тұздар мен ауыр металдарды ағзадан тазартады. Адамды жасартатын қасиетке ие. Сонымен қатар жұмыртқаның ашылған қабықшасын далаға тастамай, оны арнайы ұнтақтауыштан өткізіп, дайындалған ұнтақты ірімшік, айран, тамаққа, болмаса суға 1 шай қасықтан қосып ішуге кеңес береді. Өйткені оның құрамында 90% кальций бар. Сонымен бірге 27 микроэлемент кездеседі. Ал зерттеулерге сүйенсек, дәріханада сатылатын кальцийлерге қарағанда будене жұмыртқасы қабығындағы кальций адам ағзасына өте сіңімді. Бұдан басқа ол ағзаға аса қажетті мыс, фтор, күкірт, кремний, мырышқа бай. Сондықтан ұсақталған жұмыртқа қабығын балалар мен жүкті келіншектерге ұсынған абзал. Ағзадағы кальцийдің молайып, сүйектердің қатаюына игі ықпалын тигізеді. Адам тістерінің маржандай тізіліп бүлінбеуіне де будене жұмыртқасының әсері мол. Ал жұмыртқа құрамындағы лецитин заты қандағы холестеринді төмендетеді. Егер тәулігіне будененің 4-5 жұмыртқасын тұрақты тұтынса, ер адамның беліндегі қуаты артады. Бірақ та жүрек дертінің, атеросклероз түрімен ауыратындар және оның алдын алушылар будене жұмыртқасын аз мөлшерде қолданған абзал. Ал жапондардан үлгі алсақ, экологиясы нашар аймақтың тұрғындар үшін будененің жұмыртқасы өте пайдалы екен. Кезінде ақш Жапонияға атом бомбасын тастап, үлкен экологиялық апатқа ұшыратқаннан кейін жапондықтар будененің адам бойындағы радиацияны ыдырататынын біліп, міндетті тамақ рационына енгізген. Сол кезде әрбір жапон баласы таңертең міндетті түрде будененің жұмыртқасын шикілей ішетін болған. Осының арқасында жапон халқы денсаулығын түзетіп, ойлау қабілеті дамыды. Бүгінде жоғарғы деңгейде дамыған мемлекеттердің көшін бастап келеді. Будене жапон халқын құтқарып қалды десек те артық айтқанымыз емес. Сонымен будене еті мен жұмыртқасы сырқат адамның жазылуына, дені сау адам үшін аурудың алдын алуға көмектеседі. Таза әрі табиғи азықты күнделікті қолдансақ,
көп шығынсыз түрде дертке қарсы тұра алатындай денсаулығымызды нығайтуға болады. Бүгінде қанның асы саналатын бұл өнім дүкен сөрелерінде толып тұр.